Ассалаумағалейкум ағайын, менің есімім Еспирем Рауан, Заң компаниясының қызметкерімін. Онлайн займ бойынша. Жалпы онлайн займдарды алғаннан кейін оны төлеу керек болады. Қалай төлеу керек? Көбіне бізге хабарласатын адамдардың төлем жасадың ба? Қандай төлем жасағанын дәлелдейтін құжаттар бар деп сұрағанда бәрі қол қусырып отырады. Я түбіртегі жоқ, я төлегенін растайтын ешқандай дәлелдері жоқ. Сонымен онлайн займ бойынша төлем жасаған кезде мынаны ескеріңіздер. Бірінші кезекте төлемдеріңізді жинақтап отырыңыздар. Екіншіден, терминал арқылы төлесеңіздер, түбіртектерді көшірмесін жасап алыңыздар. Өйткені терминалдан жасаған түбіртектердің көшіріліп қалып жатады. Көшірмесі өшірілмеуге мүмкіндік береді. Енді онлайн займдар бойынша екі кезең бар. 2018 жылдың 16 шілдесіне дейін онлайн займдар заңсыз беріліп келген. Себебі олар рұқсат алмай берген заңды тұлғалар. Енді 2018 жылдың 16 шілдесінен былай қарай олар Қазақстан Республикасының азаматтық кодексінің 725 бабына толықтыру енгізілді. 725-1 деген осындай займдарды, яғни жалпы кәсіпкерлікке қатысы жоқ кредиттерді, займдарды беруге болатын болды. Оның өзінің талаптары бар. Мысалы үшін онлайн займ бойынша кәдімгі заңды тұлғалар беретін болса, жалпы займдарды, онда олардың жылдық тиімді сыйақы мөлшерлемесі 100%-ден аспау керек, және бүкіл пениясы бар, комиссиясы бар, өсімпұлдары бар делік, осының барлығын қосқан кезде 100%-ден аспау керек. Мысалға 100 мың алдың, тек қана 200 мың қайтарасың, 1 жыл болсын, 2 жыл өтіп кетсін. Енді қараңыздар, бізге сұрақ қояды, пайыздарын алып тастап төлеуге бола ма, қалай деп. Бұл үшін әуелі мәміле жарамсыз деген мәселені көтеру керек. Мәміле жарамсызға не алып келеді? Сіздердің займ шарттарыңыздың заңдылығын тексеру керек. Займ шарттары 725-1 баптың талаптарына сәйкес болу керек. Егер де ол талаптарға сәйкес болмайтын болса, онда оның күшін жоюға болады. Бұл бір. Екінші, 2018 жылдың 16 шілдесіне дейінгі займ шарттары бойынша кәдімгідей күшін жоя беруге болады. Өйткені олар заңда белгіленген рұқсатты алмай, қарызға ақша берген болып есептеледі. Осыған байланысты. Енді бізге мынандай сұрақтар да туады. Онлайн займ бойынша берешекті өтегім келеді. Мұны қалай өтеуге болады? Жалпы онлайн займ бойынша берешекті өтеуге біз мынаған кеңес береміз. Оның өзінің қадамдары бар, және сауатты қадамдар жасау керек. Біз бұл бойынша кейстер дайындап қойдық. Оны алам десеңіздер, бізге осыны видеоның астында нөмір бар, соған жазыңыздар. Онлайн займ бойынша сауатты төлем жасауға кейс керек деп. Енді қараңыздар. Берешекті онлайн займға өтеу үшін не істеу керек? Біріншіден онлайн займ компаниясына арыз жазу керек. Менің берешегімнің мөлшерін анықтап беруді деп. Сосын реквизиттерді сұрайсыз, жазбаша. Олардан жазбаша жауап келеді сізге, мөлшеріңіз туралы, берешегіңіздің және өтейтін, қай жаққа өтеу керек екенін, төлем жасау керек екенін берешектің. Сол бойынша берешекті өтеген кезде банкке болсын, немесе терминалға болсын төлемдер жасағанда түбіртектер сақтап отырыңыз. Жаңа осы видеоның басында айтып өттім. Сөйтіп сақтап, барлығын жинап болғаннан кейін, төлеп өтеп болғаннан кейін, онлайн компанияға міндетті түрде арыз жазу керек. Арызда ол арыз не туралы? Сіздің берешекті өтегеніңіз туралы анықтама беру керек. Яғни сіздің онлайн займ берген компанияның алдында ешқандай берешегіңіз жоқтығы туралы жазбаша құжат керек. Осыны алып алыңыздар. Бұл құжатты алып алмай сенімді болуға болмайды. Өйткені бірнеше жыл өткеннен кейін олар қайтадан осы қарызды, сіз өтеген қарызды қайтадан қою мүмкін. Сол кезде егер сотқа берсін, немесе атқару жазбасын шығарып алсын, сіздің қолыңызда жаңа түбіртектер болатын болса, онда сіз сол түбіртектер арқылы өзіңіздің берешекті өтегеніңізді дәлелдейсіз. Ол бір. Ал енді сіздің қолыңызда онлайн займ компаниясының берешекті өтеді, қарызы жоқ деген құжат болатын болса, тіпті тамаша. Сондықтан төлемді жасағанда сауатты қадамдар жасалу керек. Бізге хабарласыңыздар WhatsApp-қа. Біз сіздерге біріншіден займ шарттары бойынша заң талаптар сақталған, сақталмаған тексеріп бере аламыз. Одан бөлек займ шарттарына заң талаптарына сақталмаса, талап арыздың үлгісін, яғни мәмілені жарамсыз деп тануға болады. Талап арыздың үлгісін дайындап бере аламыз, тіпті тапсырып бере аламыз. Егер де сіздер біздің қызметімізді қалталарыңыз көтермейтін болса, қымбатсынатын болсаңыздар, немесе керек емес дейтін болсаңыздар, онда біз сіздерге тиімді ұсыныстар бар бізде. Талап арыздың үлгілері бар, қымбат емес. Тапсырып беру ғана бар. Одан кейін сотқа қатыспайды жеңуге болады, егер мүмкіндіктер болатын болса. Яғни займ шарттары жарамсыздығы нақты талап арызда көрсетілетін болса. Одан бөлек, егер де берешекті өтейтіндей мүмкіндікте болсаңыздар, онда жаңа займ берген компаниямен ортада қарым-қатынасты жазбаша жүргізудің, сауатты төлем жасаудың бүкіл қадамдары көрсетілген бізде кейстер бар. Осылардың бәрін ұсынамыз, осыларды алыңыздар. Бағалар қымбат емес, WhatsApp-қа жазасыздар, көресіздер. Соған сәйкес әрекеттер жүргізесіздер. Енді қараңыздар. Займ шарты жарамсыз деп тану үшін
сотқа жүгіну керек. Ол үшін займ шартын алып қарайсыздар, сол жерде талаптар көрсетіледі. Ол жаңағы жылдық тиімді сыйақы мөлшерлемесі 100%-дан асып кетеді, аспайтыны. Оны тексеру үшін сіз finreg.kz деген сайт бар. Сонда арнайы калькулятор бар, соған салып көресіздер, есептеңіздер, қараңыздар. Егер өздеріңіз бұның барлығын істеуге ерінетін болсаңыздар, онда бізге беріңіздер. Біз сіз үшін тексеріп бәрін бере аламыз. Оның құны қымбат емес. WhatsApp-қа жазасыздар, займ шартын жібересіздер, тексеріп беруді сұраймын дейсіздер. Біз тексереміз, береміз, кеңес береміз. Сосын, егер де займ шарты заң талаптарына сәйкес келмейтін болса, онда оның күшін жоюға байланысты жұмыстар жүргіземіз. Мәмілені жарамсыз деп тану, займ шартыңыздың күшін жою не береді сізге? Ол сіздің алған сомаңызды қайтаруды береді. Яғни 100 мың алсаңыз, тек қана 100 мың береді, қайтарасыз, бітті. Енді қараңыздар, мәмілені жарамсыз деп таныдыңыз. Займ шарты заңсыз, күші жойылды. Енді не істеймін деген сізде сұрақ тууы мүмкін. Сіздің берешегіңіз 100 мың теңге қалды. Оны қалай өтеймін? Жаңа айтып өткендей, сауатты адамдар жасаумен өтейсіздер. Берешегіңіз белгілі, 100 мың теңге екені. Реквизиттерді анықтайсыз, төлем жасайсыз. Төлем жасап болғаннан кейін тағы да айтамыз, тағы да міндетті түрде берешектің жоқтығы және оның өтелгендігі туралы анықтаманы міндетті түрде алыңыздар. Осының барлығын сақтап, сандық түбіне тастайсыздар 5-6 жылға дейін. Содан кейін ғана барып тынысыңызды ашып терең демалуға болады. Яғни 5-6 жылдан кейін. Одан кейін олар берген жағдайда оларда талап қою мерзімі деген бар, сол өтіп кетеді. Бұларға, мұндай компанияларға, заң тұлғаларға талап қою мерзімі 3 жыл. Сонымен ағайын, сіздерден мен Еспиремов Рауан нені сұраймын? Дәл осы видеоны жақсылап тұрып, мынау іске лайктарды қойып жіберіңіздер, бізге подписать етіңіздер. Одан бөлек жолдастарыңызға, таныстарыңызға бәріне таратыңыздар. Онлайн займ беретін компаниялармен күресуге болады, олардың мәмілелерін жарамсыз деп тануға болады, және олардың займ шарты, олармен жасалған займ шарттарын заңсыз екенін анықтауға болады. Сөздің аяғында айтып кетейін, займ шарттары егер сізде мүлдем болмаса, тағы да уайымдамаңыздар. Оны да алудың жолдары бар. Ол үшін сіз оған да бізде кейс арнайы дайын бар. WhatsApp-тағы нөмірге жазыңыз. Былайынша өзіңіз жасасаңыз да болады. Кейс сызақ. Мінекей қазір сізге тегін айтамын ол жөнінде. Қараңыз, займ берген компанияға, онлайн займ берген компанияны тауып алыңыз. Соған хат жібересіз. Хатта кәдімгідей мен сізден займ алғанмын, менің есімім осындай, Еспиремов Рауан, мысалы үшін Камалетдинович, жасаңыз бәрін көрсетіңіз. Осынша сумма алғанмын, займ шарты керек маған деп сұрайсыз. Егер бермесе, шағым жазасыз. Тіпті бермесе, сотқа бересіз. Дәл осы мәселелерді жүргізе алмасаңыз, бізге жазыңыз, кейс дайын тұр. Толтырасыз, бересіз. Қадамдар бәрі нақты тұр. Ешқандай юристтің сізге қажеті болмайды, тек сол қадамдармен өтсеңіз болды. Жақсы ағайын, видеоны таратайық, көмектесіңіздер. Барынша көп қазақ біле берсін. Онлайн займмен күресуге болады. Жалпы сөздің соңында айтатын ағайын, займ алуды тоқтатайық, кредит алуды тоқтатайық. Жақсы өмір сүрейік. Одан да күштің бәрін жинап, берекелі бизнестермен айналысып, өзіміздің адал қызметімізді көрсетіп, пайдамызды адал жейік. Жақсы ағайын.